Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Менің бауырларым, мұндай тақырыптарда мен тек Құран мен сүннет негізінде ғана сөйлеймін. Егер сіз шындықты десеңіз, онда менің YouTube каналыма жазылыңыз. Және менің сайтыма кіріңіз. Онда сіз менің лекцияларымның текстерін оқып, көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз. Айтуға тура келеді. Көптеген адасқан сектанттар мейрамды тыңдамаңдар, ол адасқан деп елді алдайды. Өздеріңіз ойланыңыздаршы, мен қалай адасқан боламын, егер елді артымнан еруге емес, тек Құран мен Суннаға ғана еруге шақырсам. Бүкіл шайтанның осындай сектанттарына айтарым. Егер мен елді өзімнің артымнан еруге шақырсам, онда мені адасты деп айта беріңдер. Ал енді мен ешкімді шақырған жоқпын ғой. Бұл бүкіл шайтанның осындай сектанттарына айтарым. Егер мен елді өзімнің артыма еруге шақырмай, тек Құран мен Суннаны ұстануға шақырсам, онда мен қалай адасқан боламын? Мен сендер сияқты елді дүмше ғалымсымақтар мен адамдардың шатпырағына еруге шақырмаймын. Мен тек Құран мен Суннамен ғана жүруге шақырамын. Енді бүкіл шайтан адастырған сектанттарға үндеу тастаймын. Егер барлығың бірігіп менің бір қателігімді тапсаңдар, аяқтарыңды сүйейін. Ал енді лекцияға көшем. Әл-Имран сүресінің 7-ші аятында Құранында анық және түсініксіз аяттардың бар екенін айтады. Және де Құранның түсіндірмесін Алладан басқа ешкім білмейді дейді. Ал біздің дүмше ғалымдар Құранды оңды солды түсіндіріп, өздерін исламның ұлы ғалымдары ретінде бейнелейді. Оңды солды пәтуа беріп, адамдарды адастыруда. Шайтанның аз ұры бойынша олардың мүлдем надандары Алланы өз көздерімен көріп, онымен сөйлескендей өздерінің ауру жорамаларын Аллаға жатқызады. Оның үстіне олар әлі күнге дейін кімнің дұрыс жолда екенін және кімнің адасқанын біріне бірі дәлелдеп дауласуда. Олардың кейбіреулері Аллаға мүшелермен отыратын орындарды жатқызады. Ал басқалары оны жоққа шығарады. Бір қызығы, көптеген дүмше ғалымдар шайтанның осындай ертегілеріне әлі күнге дейін сенеді. Оларды мен шайтанның соңынан ерді деп айтып отырған жоқпын. Оны Аллах Тағаланың өзі. Адамдардың арасында Аллах туралы білімсіз дауласатындар бар, және бүлікшіл шайтанның соңынан еретіндер бар дейді. 22-ші сүренің 3-ші аятында. Әл-Фатиха сүресінде айтылғандай, Аллах өзінің тікелей жолына кімді шақырса, оны ешкім адастыра алмайды. Егер кімді адастырса, оны ешкім дұрыс жолға бағыттай алмайды. Бірнеше рет айтқанымдай, біздің мүфтият өз имамдарымен бірге 200-лікпен сауатсыз адамдарды ашық түрде алдап келеді. Әбу Ханифаның ақидасы бойынша. Олар Әбу Ханифаның ақидасы мен Әбу Мансур әл-Матуридидің ақидасында ешқандай айырмашылық жоқ. Керісінше әл-Матуриди Әбу Ханифаның ақидасын өңдеп, оны методикалық тұрғыда түсіндіріп, өз алдына ақида мектебіне айналдырды дейді. Осылайша ханафиттер өмір бойы халықты алдап келеді. Құдайдан қорқыңдар деп елді қорқытып, өздері Құдайдан қорықпайды. Олар Әбу Ханифа ақида мәселелерімен айналыспады, бірақ барлық уақытын фиқты зерттеуге жұмсады деп өтірік айтуда. Мен ашариттер мен матуридтерден бастайын. Олар Алланың уақыт пен кеңістіктен тыс өмір сүретінін, оның орын алмайтынын, орны жоқ екенін, ол аршта отырмайтынын, бағыты мен мүшелері жоқ екен, яғни Алла Тағаланың тәнділігін жоққа шығаратынын айтады. Бірақ сонымен бірге ашаризмнің негізін қалаушы Әбул Хасан әл-Ашари жұмақты адамның өзінің жаратушысы мен Құранның 75-ші сүресінің 22-23-ші аяттарына сәйкес көре алады деп мәлімдейді. Егер оның пікірінше Алланың денесі мен мүшелері болмаса, орын алмаса, онда ол Алланы қалай көреді? Таңғаламын. Егер Әбу Ханифа Аллаға тіршілік етіп ортасы мен мүшелерін берсе, Ашарит пен Матуридит ақидасы Әбу Ханифамен қалай бірдей болуы мүмкін? Өз мазхабын сақтау үшін имамдар мұсылман бауырларыңды осылай өтірік айтып алдауға болмайды. Шынайы шындықты айтсақ, Әбу Ханифаның ақидасы қазіргі ваххабит салафит ақидасымен толық сәйкес.
Ол сондай-ақ алғашқы такфиристердің бірі болған. Міне сізге бірнеше дәлел. Әбу Ханифа адамның қасиеттерін білдіретін сипатпен Алланы сипаттаған адам кәпір болады дейді. Екінші, Әбу Ханифа, егер біреу мен иеміздің қайда екенін білмеймін, аспанда немесе жерде ме деп айтса, онда ол кәпір болады дейді. Ол тақта, бірақ мен тақтың қай жерде екенін білмеймін, аспанда немесе жерде ме деп айтатын адам да кәпірге айналады деп айтқан. Әбу Ханифа, адам көктегі Алланың орнын жоққа шығарғандар кәпір болады деп қате сенді. Көріп отырғаныңыздай ол такфирмен айналысып сауатсыз мұсылмандар кәпірге айналдырды. Мұсылман Алланың қайда екенін білмеген үшін ол ешқашанда кәпір болмайды. Бұл шайтанның шатпырағы. Бұл Әбу Ханифаның тіпті қарапайым нәрселерді түсінбеген, оның білім деңгейі қандай болғанын көрсетеді. Үшінші, бір әйелдің сен кімге табынасың деген сұрағына Әбу Ханифа, шынында да таза және құдіретті Алла жер бетінде емес, аспанда деп жауап берген. Көріп отырғаныңыздай, ол Алланың аспанда екеніне сенді және Аллаға тіршілік ету ортасын берді. Әбу Ханифа. Төртінші, Аллаға жалбарыну кезінде төменге емес жоғарыға жүгіну керек. Өйткені төмен Алланың үстемдігінің және оған ғана ғибадат етудің сапасына ешқандай қатысы жоқ деген. Осы сөзмен ол Алланың орналасқан жерін көрсетеді. Бесінші, Әбу Ханифа өзінің Фиқх Акбар кітабында Аллаға мүшелерді жатқызған. Бетін, екі қолын, көзін және нафсысы бар деп айтқан. Алтыншы, Әбу Ханифа, Алла тағала келесі өмірде көрінеді. Сенушілер және жұмақта өз көздерімен көреді. Бірақ ол бір нәрсеге ұқсамайды. Бейнесі жоқ және бағыты жоқ. Аллах пен адамдардың арасында қашықтық болмайды деген. Жетінші, Әбу Ханифа, оның денесі де, заты да, шекарасы да, қарама қайшылығы да, ұқсастығы да, бейнесі де жоқ дейді. Бірнеше рет 6 және 7 тармақтарды қайтарып оқыңыз. Әбу Ханифа Алланы өз көзімен көріп, онымен сөйлескендей сөздерін сенімді түрде айтады. Бұл біріншіден. Екіншіден, ол өзін өзі жоққа шығарады. Біресе аралақта органдармен тіршілік ету ортасы бар, біресе олар жоқ дейді. Мұндай сөздерді тек надан адам ғана айта алады. Әбу Ханифаның қателіктері мен адасушылықтарын жасыру мақсатында елді алдап өтірік айтатын ханафиттарға Әбу Ханифаның мына сөздерін оқуды ұсынамын. Сонымен қатар оның қолы, оның күші немесе рахмы деп айтуға болмайды. Өйткені мұндай сөздер қадариттер мен мутазилиттердің Алланың қасиеттерін жоққа шығаратын көзқарастар болып табылады деп айтады өзінің кітабында. Әбу Ханифа, Алланың қолы олардың қолының үстінде, бірақ оның қолы жаратылғандардың қолына ұқсамайды дейді. Міне оның Аллаға мүше бергенінің тағы бір дәлелі. 9. Әбу Ханифа, ол сөйлейді, бірақ оның сөзі біздің сөзімізге ұқсамайды дейді. Бұл оның надандығын дәлелдейді. Ол не, Алламен осындай пікір айту үшін сөйлескен бе? Жоғарыда келтірілген ресми дәлелдермен көріп отырғаныңыздай, Әбу Ханифаның ақидасы мен ашарит матуридтердің ақидасында ортақ ештеңе жоқ. Керісінше қарама-қайшы және бірін-бірі жоққа шығарады. Сондықтан барлық мұсылмандарға шайтанның бұлшылын, өздерінің мазхабтарының дүмше ғалымсымақтарының шатпырағын, секталарын бәрін тастап, Құран мен Құранға қайшы келмейтін сүннеттің бір бөлігін ғана ұстанамын. Исламның первоисточниктеріне оралып, бәріңіз Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның үмбеті болып бірігіңіздер. Сонда ғана сіз Алла тағаланың тікелей жолымен жүресіз. Мұсылмандардың арасында ешқандай араздық болмайды және сіздің алдыңыздан жұмақтың қақпалары ашылады. Барлық сансыз, шексіз және шетсіз мақтаулар мен мадақтаудың бәрі тек жалғыз Аллах тағалаға тиесілі.